қалған болса, тойымызды бастайық. Мұразат қалдығына той. Бәрекелді, жайғасайық. Мынау. Қайда кеттіңіз, құдаша? Қазір тойымызды бастайын деп отырмыз. Бүгінгі қуанышты тойымызға қош келдіңіздер. Той бүгін, думан бүгін арқа қызған, әншілердің көкейінен балтамызған. Бүгінгі қуанышта отырған қонақтар қос қуаныш көтеріледі арамыздан. Бабаларымыз баяғыдан біледі, берік босын босаға деп тіледі. Босағасын сыйлаған ағайын босағаға бөріктер іледі. Осында Гүлжан қызымыздың тойына келіп тұрсыздар деп бір шапалақ ұрып қойсаңыздар жарасады, құрметті ағайындар. Отау тігіп үй болып жатқан жағдайы бар. Ендеше көп сөйлеп созбастан, әдеттен озбастан, бүгінгі өмір атты өзеннен өткелі тұрған Гүлжан қызымызбен Ерлан баламызды ортада қарсы алайық қанеке. Орнымыздан тұрып, мойнымызды бұрып, шапалақты конкретно ұрайық, құрметті ағайындар. Қанеке, келіңіздер. Бәрекелді, мінекі құрметті ағайындар, әдем әннің ырғағымен олай болса жастарымызды ортамызға қарсы алдық. Ендеше мынау баяғыда бір бала сұраған екен. Ата, мен қалай пайда болдым деген екен. Сөйтсе жаңа атасы айтады дейді, сен әкеңнен пайда болдың деп. Сөйтсе әкесінен барып сұрап айтты, әке, мен қалай пайда болдым деп, сен атаңнан пайда болдың деп. Сөйтсе атасына тағы келіп, ата, мен қалай пайда болдым деп. Сен әкең менен пайда болды, мен әкем мен атаңнан пайда болдым десе, ол қаяқтан пайда болды депті жаңа немересі. Атам қайдан пайда болды десе, сөйтсе ол бұрыннан бар атамыз деген екен жаңа. Бұрыннан келіп жатқан мінекей салт дәстүріміз, қолына алтын кольцо салайын деп жатыр. Шапалақ ұрып қойыңыздар қанекей мінекей. Бұрыннан келіп жатқан салт дәстүріміздің бірі. Мінекей қызымыз бақытты болды. 85 деп ойлап қалмаңыздар, 83. Сырға ма? Сырға да 83 күн. Бәрекелді, шапалақ ұрып отырыңыздар, құрметті ағайындар, көріп отырған ағайындар. Көрмей отқан болсаңыздар, ұрмақ қойыңыздар, өкпелемейміз. Мінекей, бәрекелді, сіздер де осындай қыз өсіріңдер, қыз ұзатыңыздар, соған тілектеспіз. Құтты болсын. Сіздерде той болмаса, мінекей міне біздер ұқсаған жігіттер аштан өліп қалады. Бәрекелді, тойларыңыз құтты болсын. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Да төрде отырған шапалақ ұрып қойыңыздар. Бәрекелді. Бәрекелді, жеңгелеріне мінекей қазақстанский доллар. Ай, бәрекелді. Болды ма? Көңілдерің жақсылыққа толды ма? Ал, олай болсаңда Гүлжан қызымызды Ерлан баламызбен тойхананың төріне жайғастырайық. Гүлжан қызымыз бен Ерлан бала тойхананың төріне жайғастырайық қанекей. Қошеметтеп қойып, құрметті ағайындар. Жамандардың алқамына от түссін, біздер сияқты өнерпазға күні-түні той керек десе, мінекей бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын деп тойымызды ашуға
үлкен аталарымызды шақырып алғанды жөн көріп отырмыз. Мінекей ауыл бар ма, ақсақалсыз данасыз, оның әрбір айтқан сөзі данасыз. Сөз берейік құрметпен өздеріне, сөздерінен зор инабаттылық аласыз деп осындағы үлкен аталарымызды шақырамыз, тойымызды ашамыз. Келіңіздер. Ануарбек құда, Рамкүл құдамыз бастаған үлкен аталарымыз келсін, тойда ашып берсін деп қойды. Келіңіздер қанекей. Өздеріңіз құсаған ақсақалды ағаларымыз айтқан екен, өзен сусыз болмас, пенде тобасыз болмас, ат тағасыз болмас, жақсы бағасыз болмас, ел ағасыз болмас дейді. Мінекей құрметті ел ағалары өздеріңізге алғашқы тілек бұйырған екен, ендеше тілек ниет өздеріңізде. Қабыл болсын. Құдайым оңдасын, қыдыр болсын жолдасын, қиын қыстау жерлерден періштелер қорғасын. Ата-бабаң тұл тіккен ағордан кеп орнасын, төрттілік мал желіп жан-жағыңа байлансын. Ұзатылған қызымның сапарлары оң болсын, үйленген ұлымның рақымы мол болсын. Ата-ананың тілегін ақтайтын жар болыңдар, махаббатты мәңгіге сақтайтын жар болыңдар. Бабалардай ұрпақты баптайтын жар болыңдар, екеуіңде шындықты жақтайтын жар болыңдар. Аумин. Құрметті құда-құдағилар, мына жинаған халайық, мына бүгінгі Гүлжан қызымызды ұзатып жатқан салтанатты сәтіміз. Осы құтты болсын, мына құда-құдағилардың келген ғалымдарды гүл бітсін. Мына Гүлжан мен Ерлан бақытты болсын, үбірлі болсын. Осы мына ата-бабаларының дәстүрлі салттарын жалғастыра берсін, ұрпақтарını ары қарай жалғастыра берсін. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Бәрекелді, тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Ендеше сіздерге би-биле ән айт деген ұят болар. Тойханамыздың төріне жайғасыңыздар, терлеп, тепшіп, шай ішіп, тойымызды тамашалап отырыңыздар. Рұқсат, шапалақ бола ма? Үйге барғаннан кейін ұрыс болады деп, бір үйден екеуші үйге барғаннан кейін сүйіс болады деп. Сол үшін жұбымыз ажыраспай, бір-бірімізге көз қыспай, мына жерде осындай қуанышта ішіп отырайық, құрметті ағайындар. Ендеше столға үлкен ас қойылған, наннан үлкен нәрсе жоқ, мінекей баршасы бар. Адам өмір сүру үшін тамақ жемейді дейді. Тамақ жеу үшін өмір сүрмейді дейді, өмір сүру үшін тамақ жеткен. Ендеше осында қанша көп жесеңіздер, сонша өмірлеріңіз ұзын болады деген ниеттеміз. Алып отырыңыздар мінекей. Ауыздарыңыз дәмді, құлақтарыңыз жай бір күйде болсын. Жай өліп болды. Шапалақ ұрды атқан жоқ, құрметті ағайындар. Қазір баршаңызды ортаға шақырам. Тілек айтқан кезде, ниет айтқан кезде, сол ағайындарға шапалақ ұрып отырсаңыздар, сіздерде қазір шапалақ ұрады, сіздерде шығасыздар, сол кезде сіздерге де шапалақ ұрса, қуанышты болып қаламыз, құрметті ағайындар. Ал ендеше тілекті ниетті ары қарай жалғастырып отырсақ, осында үлкен апаларымыз бар. Апамыз қарап тұрсақ домалаған, өзіңде қамқорына қайдамаған. Дүние аналармен көріпті ғой, анасыз бұлбұлдарда сайрамаған десе, осындағы үлкен апаларымызды шақырып аламыз ортаға. Мария апа бастаған, Күләш апа қоштаған. Келіңіздер, Мария апасы мен Күләш апасы келсін, ақ тілек айтып берсін деп қойып тұрған. Дайындап отыр екен ғой. Ал ендеше жаңа құданы көрген кезде ескі құданың көзіне жас келіп жатады дейді. Біз ескі құда емес, есті құда, сиыры сүтті құда деп құдалар шақырғанды жөн көріп отырмыз. Анарбек
құдамыз бастаған Роза құдағи, Арыстанбек, Жанна құдағи дейді. Келіңіздер. Қанекей, бар ма ол кісілер осы жерде? Құдалар тілек айтқан кезде бір шапалақ ұрмай ма дейді. Қанекей, бәрекелді. Сіздер де осындай құдағи болыңыздар. Ал тілек ниет осындағы жас үлкен ағамыздан бастасақ. Гүлжан, Ерлан, қадамдарың гүл жаусын, бақытты болыңдар, аңсаған армандарыңа жетіңдер. Денсаулықтарың мықты болып, ата-аналарыңды тыңдап, екі жаққа бірдей болыңдар. Сол адам басқа не айтам, денсаулық болсын, осы барлықтарыңа денсаулық, зор байлық тілеймін. Бәрекелді, рахмет. Мынау құрметті құдағилар, ағайындар, мынау періште Құдай Талаға бір 100 түлікке дейін тас еткен. 100 түліктен кейін ол да шарша еткен да тасмай қояткен. Мына жерде байқап отырып 100 адам жоқ. Сол үшін баршамыз мен қосылам деген жоқ. Бүгін баршамыз тегіс тілек білдіреміз. Қанекей, тілек ниет қабыл болсын. Ал енді Ерлан, Гүлжан, мына тіккен отауларың құтты болсын, денсаулықтарың зор болсын. Денсаулық болса бәрі болады. Тек қана жақсылық тілеймін. Келесі жылы осы уақытта бір үбірлі-шүбірлі бір балапат алып келіңдер. Тойлайық жақсылық. Шілдехана той болсын. Енді не айтамын? Құдағилар, қадамдарыңызға нұр жаусын. Екі балаңыз істемей қалды. Бақытты болсын, дендері сау болсын, сіздерге тек қана жақсылық әкелсін. Гүлжан қызымыз сіздерге судай сіңіп, тастай батсын. Енді жұмыстары табысты болсын екеуінің де. Аман сау жүре берсін, сіздерді қуанта берсін. Осындай тойлар бола берсін. Осымен сөйлемеймін. Айта бер. Құрметті құдалар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Мен енді өзім таныстырып кетейін. Мен өзі Зайсанның, Өскемен Зайсанның найманы болам. Осы үйдің құда баласымын. Жаңа еркін үлкен ағамын. Маржан жеңгеміз, соның қайнысы болам. Өзім найман жігітімін. Жанымдағы жолдасым Жанкөш, Дулат, Жаныстың қызы. Сол келген қадамдарыңызға. Ана кісі дірете қалды, әне. Аға отыр, әне, жоғар жақта. Міне, қарындасыңыз. Жаныс не ғой, Дулат. Сол енді келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Бір балаларыңыз 2 бала болып отыр. Бүгін бақыт тілеймін. Баланың бақыт енді бәріміздің бақытымыз ғой. 2 жасқа тілейтінім денсаулықтары мықты болсын. Әрқашан осындай кең дастарханда өздеріңді жоғары жақтан көрсете беріңдер. Сол бақыт тілеймін, бала тілеймін, бәрі жақсылық тілеймін. Сол аман болыңдар. Сол үшін алып қойыңыздар. Ал мен жолдасым бәрімізді таныстырып өтті. Енді мына жаңадан келген құдаларға, келген қадамдарыңызға гүл бітсін деп айтқым келеді. Құдалық 100 жылдық болып, ары қарай біз сияқты осы отбасына 10 жыл болды, 10 жылдан асып кетті құда болғанымызға. Сіздер де біз сияқты қазір бір-бірімізге құда емес, туған туысқан сияқты болып кеттік. Сіздер де солай бір-біріңізге, бізге де туған туысқан болып, бүгінгі күн танысып жатқан күндеріміз ары қарата жалғаса берсін. Енді Гүлжан қызымыз өзіміз құдаша емес, қызымыз сияқты, сіңілім сияқты өзіме Ерлан жігітті кездестіріп, осындай болды деп айтқаннан кейін бәріміз қуандық. Өйткені енді қыз бала болғаннан кейін өзі отауын құрып, ана болуға Алла жаратқан. Сол үшін Гүлжан мен Ерланға құрған семьялары мықты болсын деп айтқымыз келеді. Денсаулықтары алдымен мықты болсын. Сол сендердің тойларына ылғи да барып жүрейік. Алыс кетпепті енді. Қанша сағат сіздерге дейін? Сағат қой ағайы бірмен. Енді алыс жақын деп бөліп нетпейміз. Сол сіздердің келгендеріңізді, қадамдарыңызға сол гүл батсын, ары қарай құдалықтарыңыз ары қарай жалғаса берсін. Бүгін мына аға мен тәте тағы бір қызын ұяға қондырып жатыр. Аға мен тәтеге де сол немерелеріңіздің сандары көбейе берсін. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Сол жақсылық болсын, әрқашанда осында
дастархан жақсылыққа жайыла берсін. Бәрекелді. Ең соңғы главный сөзді айтпадым да, алып қойыңыздар сол үшін деген. Орнына мен айта салайын, алып қойыңыздар сол үшін. Ал бәрекелді, тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Рұқсат берген жоқпыз, әлі тоқтай тұрыңыздар. Бағана айтып өттім, іште де айтып өттім, мынау тойымыз тойдай, ешкіміз қойдай болсын десеңіздер, тілек айтып болғаннан кейін, ниет айтып болғаннан кейін бір ізіне өнер жағына келсек. Не істейміз? Би билейміз ба, ән айтамыз ба? Фокус көрсетіңіз. Фокус? Бар ма? Пожалуйста, ғой мінекей, давай. Саусақты жұлып алып жатыр ана. Қошемет тұрамыз ба? Бәрекелді, әне көрдің ба? Міне фокус деген. Осындай өнерлі жігіттерге қошемет көрсетеміз ба, көрсетпейміз ба? Болды ма? Жігітке жеті өнерді аз дейді. Болды, бәрекелді. Билемейміз ба? Ал, ондай болса тойхананың төріне жайғасыңыздар, рұқсат сіздерге. Бәрекелді, құрметті ағайындар. Ондай болса, құрметті ағайындар, құдалар, құдағилар, мынау құлақтарыңыз әнде болсын, ауыздарыңыз дәмде болсын. Мынау Ташкентте Ялладан қалмай жүрген, Алматыда Азия даусынан қалмай жүрген, Батыс Қазақстанда Ақылбек Жемени, Алматыда Асылбек Мүшенов мінекей. Бәрекелді, Асылбек балдарыңыздың орындауында бір әсем әнді қабыл алып қойыңыздар. Шапалақ ұрсаңдар айтады, ұрмасаңдар айтпайды. Ауыздарыңыз дәмде болсын ғалейді. Ғашық болу қолымнан келмей қойды, құттай маған махаббат бермей қойды. Өлдім қалдым демей қосылайық, десем ешбір қарымдас көнбей қойды. Айналайын сен маған ұнап қалдың, жаным десең жанымды жұбатқаның. Іздегенге сұрағам дейді қағам, сені көріп орнымнан құлап қалдым. Айналайын сен маған ұнап қалдың, жаным десең жанымды, сені көріп орнымнан құлап қалдым. Махаббатсыз қосылу болмас екен, үйленген соң махаббат қонбас екен. Адам туыс адамға адам жақын, сүйдім деген сыйғысыз жолдас екен. Айналайын сен маған ұнап қалдың, жаным десең жанымды жұбатқаның. Іздегенге сұраған дейді қалдым, сені көріп орнымнан құлап қалдым. Айналайын сен маған ұнап қалдың, жаным десең жанымды жұбатқаның. Іздегенге сұраған дейді қазақ, сені көріп орнымнан құлап қалдым. Осындай дәрежеге жеткізген, бағып қағып өсірген, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, қағып бағып өсірген ата-аналары басты қонағымыз болып отыр. Ендеше осындағы үлкен құда-құдағиларды, құдамыз бен құдағиды Садық, Марпуға, Болат, кешіріңіздер, Болат емес, Болат құда мен Құралай құдағиларды ортаға шақырамыз. Келіңіздер. Садық құда, Марпуға құдағи, Болат, Құралай құдағилар, келіңіздер ортаға, ақ тілек айтып беріңіздер дейді мына жастарға. Келіңіздер. Марпуға құдағиды дуғол шапалақпен шақырамыз ба? Айқайлаймыз ба хормен? Марпуға құдағи! Ойпырмай, нау келіндерге бершиш үйдің жұмысын. Бәрің шақыр болдық бұл ойпырмай. Бәрекелді қошемет болсын құрметті ағайындар, құда-құдағилардың құрметіне. Ал ендеше мынау әкесі бар адамдар қандай бақытты дейді да, карта ойнайды дейді. Осындағы үлкен Асқартаудай әкемізден атар таңды ақ тілекпен, батар күнді батамен батыр жүрген осындағы Гүлжан қызымыздың әкесінен бір тілек қабыл алсақ қанекей. Құрметті ағайын, құда-құдағи,
мынау бүгін біз жаңағы бір балам екеу болып жатыр. Барған құда ауылына барған жерде таудайсын, тастай бассын, баптап өскен қызымыз енді әйтеуір Алла тағалаңыз үйде тұрмайды, баратын жеріне сол етіп жаңа нетіп жатыр, ырым жасап. Құдағайлар, келген қадамдарыңыз нұр жаусын, бақытты болыңыздар. Осындай айланың үйінде той бола берсін, екі баламыз бақытты болсын, екі баламыз бақытты аман болсын, бақытты болсын, дендері сау болып, жүріші бірлі болсын дейміз. Анашым әлдейледің, анашым ақ сүт бердің, анашым бар жақсылық өзіңде деп кеп тұрған осында Ерлан баламыздың анасынан тілек естейік қанеке. Тілек ниет қабыл болсын. Құрметті қалайық, бүгін осы киелі шаңырақтың астына бәріміз осы қуанышқа жиналып отырмыз. Осы Ерлан мен Гүлжан дәм табысы екеуі енді үлкен бір шаңырақ жаңадан құрайын деп отыр. Шаңырақтары биік болып, босағалары берік болып, үбірлі болып, осыларға өзеннің ағысындай, тұлпардың шабысындай, толқынның ағысындай бақ тілеймін. Жендері со аман есен болсын. Гүлжан енді маған келін емес, ол қыз сияқты. Мен екесе қуаныштамын. Әрқашанда келген сіздерге де қадамдарыңызға гүл жайып, аман сау болып, бақытты болып, осы сіздердің жолдарыңыз осы екі балаға беріп, үбірлі-шүбірлі болсын. Аман есен қай жерде жүрсе де аман есен болып, екі жақты да сыйлы болсын. Келгендеріңізге рахмет айтамын. Бәрекелді, тілек ниетіңіз қабыл болсын. Қандай қымбат сөзді әке деген, әке емеспен мәпелеп өсірген. Әкесі бар адамдар болады ерке, аспандағы айды да әпер деген десе, мінекей Ерлан баламыздың әке орнына әке болып кеп отырған осындағы үлкен құдағидан тілек естейік. Кешіріңіздер, Ерланның папасы қайтыс болып кеткен, мен папасының қарындасы болып берем. Ал Ерлан балам, Гүлжан қызым, аттайын деген қадамдарың құтты болсын, дендерің сау болсын, аман есен болып, өмірдің қызығына тоймен қызықтап жүре беріңдер. Екі жаққа мейірімді, қайырымды болыңдар. Құда-құдағи сіздерге рахмет айтамыз. Осындай мәпелеп өсірген қыздарыңызды, қарлығаштарыңды бізге қондырып отырсыңдар. Біздің үйімізге бақ құсы болып қонып, Ерланды бақытты қылса, басқа маған түкте керек жоқ. Мен риза болар едім. Сондықтан айтып отырмын ғой, дастархан төрге қуанышқа жайылсын. Со ақ дастарханның басында ойнап күліп, сіз бізіміз таусылмай, ақ ниетпен, ақ көңілмен кездесіп отырайық. Алланың нұрымен шапағатында болсын балаларым. Бәрекелді, тілек ниетіңіз қабыл болсын. Ендеше мінекей, анам менің алтыным, алдында сіздің шалқыдым десе, осындағы Гүлжан қызымыздың анасынан бір дуғыл шапалақтың арқасында тілек естейік қанеке. Енді қатты қобалжып тұрмын шында. Мынау Құдай берген 3 қызым бар. Құдай берген бір ұлым бар. Осы балалардың арқасында осы дастархан жайылып той болып жатыр. Қимайды ұзатқан жер қыз баланы, жан жүйесі осындай да сыздамайды дейді. Сондай-ақ осы сағатқа дейін мен мұқтақ болып жүредім. Енді қазір шынымен кетіп бара жатырмын. Шынымен кетіп бара жатыр ма деп жүрегім енді жаман ауырып тұр. Енді барған жеріне тек бақытты болсын. 2 жас тіл табысып, өмірлері ұзақ, тек бақыт әкесін бір-біріне, енесін, анасындай сыйласын, күйеуін жан жолдасындай, өмірлік серігіндей сыйлап, бағалап бір-бірін, өрге тартсын, гүлдей берсін, өсе берсін, жандары көбейе берсін, балапандары көбейе берсін. Мына құдағиымызға тек немереден бірінен кейін бірін әкеле берсін. Сол екі ортада осыны Талдықорғанға бара жатырмыз деп тойға жинала берейік. Осы келіп отырған туған туысқанына коллектив неше жылдан бері бірге туысқан болып
жолдас болып, бір-бірімен сырлас болып, туысқаннан да жақын болып кеткен мына коллективіне рахмет айтамын. Балдар 2 жас бақытты болып, тойдан тойға жете берейік. Бәрекелді. Жақсылықтардың жары өздерің 100-ден асан кәрі болыңыздар деп біздер тілек айтып қаламыз. Ал ендеше жақсылықтың белгісі жиі кездесу, құдалықтың белгісі төс қағысып көрісу дейді. Қанеки төс қағысқан құдаларды көпшілік көрсін. Қошемет. Аямаңдар. Бәрекелді, ойбай құдағи рұқсат берген жоқпыз ғой. Қайда асығып баратырмыз, бағана айтып өттік. Әкімшілік приказ берді сондай қазір деп. Тілек айтып болғаннан кейін, ниет айтып болғаннан кейін өнер жағына келсін деп. Би билейміз ба, ән айтамыз ба? Би билейміз ба? Ал құдағилардың құрметіне шоғынан бір би. Қабыл. Salgana